Кеңес дәуірінде біреулер заманның ең тыныш кезеңі деп айтып жататын. Әсіресе өз әке-шешеміз, ата-әжелеріміз сол кез жақсы еді деп аракідік айтып отыратын. Алайда сол кезеңде көптеген жағымсыз оқиғалар мен төтенше жағдайларда халықтан жасырып, ресми түрде ештеңе болмағандай КГБ-ның қияланып қалатын еді. Қарапайым халықтың көзін байлап, аузын аштырмай, тырп етпей түрмемен қорқытатын кезең еді. Бұл апаттың құпиясы тек ксро ыдырағаннан кейін 1990 жылдардың ортасында ашылды. 1972 жылдың 16 мамырында Светогорск қаласында ірі апат болып, 35 адам қаза тапты. Күнделікті өмірін сүріп жатқан қала келе жатқан ауыр қайғыдан бейхабар еді. Сол күні Балтық теңізінен келген қалың тұман апаттың бас себептерінің бірі болып есептеймін. Кеңес одағында шетелдіктің ұшақтары шекараны жиі бұзып, олар радарға түспеу үшін төмен немесе биік ұшатын. Жалпы сол уақытта шекараны Американың тыңшы ұшақтары бірнеше рет бұзғандары тіркелген. Көбісі осы уақытқа дейін құпия сақталып келеді. Сол кездегі деректерге сенсек, 200 Америка ұшқыштары мерт болған екен. Тарихи дерек бойынша 1960 жылы Гарри Пауэрстың У-2 тыңшы ұшағын атып түсіреді. Осылай талай ұшқыштар шекараны жиі бұзып, көбісі қолға түспей ойнатып жүретін. Әрине бұл кеңес әуе қорғаныс күштерінің шамына тиді. Ең сорақысы 80-ші жылдары 19 жасар неміс ұшқышы Матиас Руст жол бойы ешқандай радарға ілінбей, Мәскеудегі Қызыл алаңға қонып айдаспырын бір-ақ шығарған еді. Осының себептерін анықтау мақсатында Вилорий Гутниктің басшылығымен Балтық флотының 263-ші әскери көлік полкының антимотор әскери ұшағы шекараны бұзушы нысан ретінде жіберу туралы шешім қабылдайды. Жоспар бойынша ұшақ Калининградтағы Храбр әуежайынан ұшып шығып, Ленинград және Таран мүйісін кесіп өтіп, Чкаловск аэродромына барып қайтадан бастапқы жерге оралуы тиіс болатын. Ұшу биіктігі шамамен 500 метр болу керек еді. Балабақша ауласының таңғы серуенде жүрген бүлдіршіндер апаттан бейхабар ойнап жүрген. Сол күні көктемнің жайма-шуақ кезеңінде жауын-шашын жауып, ауа райы күрт бұзылып, салқын түсіп, тәрбиешілер балаларды әдеттегіден ертерек ішке кіргізеді. Олар Том апаның дәмді тамағын ішіп, түскі ұйқыға дайындалып жатыр еді. Кім ойлаған, сол ұйқыға кеткен 24 сәби мәңгі бақи ұйықтап кететінін. Сағат 12:15-те Ан-24 ұшағы жоспар бойынша әуеге көтеріліп, теңізге қарай бет алады. Зеленоградск ауданындағы жағалау сызығын кесіп, Таран мүйісіне қарай бағытталған сәтте кенеттен Светогорск маңында радардан жоғалып кетеді. Сағат 12:30-да Светогорск балабақшасының тәрбиеленушілері 24 сәби, олардың ең кішісі небәрі 2 жаста, Тома апаның түскі асын күтіп, асханада отыр еді. Сол мезетте теңіз жақтағы тұманның арасынан ұшақтың сұлбасы көрінді. Бары болғаны 42 метр биіктікте ұшып келе жатқан Ан-24 стадион үстінен айналып өтіп, өзінің жолында кенеттен пайда болған паром дөңгелегі аттракционы соңғы сәтте ғана қашып құтыла алады. Өткір маневр жасай отырып, ол биік қарағайлардың басының сол қанат тұсымен кесіп өтіп, бір қанатынан айырылған бойда басқаруын жоғалтып, бүйіріне қарай бұрылып, орман жолағының жанында орналасқан балабақшаға құлайды. Апат орнында бірден 24 сәби, 3 тәрбиеші және 8 экипаж мүшелері қаза тапты. Ұшақтан төгілген жанармай лап етіп жанып, ғимарат толықтай өртенді. Оқиға орнында алғаш болып кездейсоқ құрбандар болуға сәл қалған орта мектеп оқушылары Таня Ежова мен Наташа Цыганкова еді. Олардың айтуы бойынша балабақшаға жақындай берген сәтте кенеттен аспаннан құлдилаған ұшақ құлаған сәтте отқа оранған бойы балабақшаны жапырып өтіп кетіп, өртенген жанармайдың буынан біздің шашымыз бен киімдеріміз күйік шалып, не болғанын түсінбей бойымыз үрейленіп көшенің бойында тұрып қалдық деп еске алады. Ұшақ кабинасы бөлініп, ішінде ұшқыш соңғы демін қалғанға дейін күрескен бойда ұштырғыға жабысқан күйі мерт болған екен. 1-2 метр жерде екінші ұшқыштың денесі жартылай отқа оранып жатты. Алайда сол қырғын болған жерден аман қалу мүмкін емес деп ойлаған қала тұрғындары бір жанның тірі қалған жайында кейін хабардар болады. Балабақша қызметкері Анна Незванова қайғылы жағдай болған кезде ғимараттың басқа бөлігін терезе жуып жатыр еді. Кенеттен болған жарылыстан бірнеше метрге ұшып кетеді. Сен әрең жинаған Анна жанып жатқан ғимаратқа жапа-тармағын жүгіреді, себебі балабақшаның қирандыларының астында оның ұлы Ваня қалып қойған болатын. Баланы алуға тырысқан әйел өзі де отқа оранып кетуден сәл қалды. Төрт сағаттың ішінде Светлогорск қаласына төтенше жағдай енгізіліп, тұрғындарға қаладан кетуге ғана емес, тіпті үйлерінен шығуға да тыйым салынды. Электр қуатымен байланыс құралдары өшірілді. Қала құдды бір өмір тоқтап қалғандай күй кешіп, адамдар соғыс кезінде паналағандай қараң пәтерлерде отырды. Сол кезден бастап жағалауда милиция мен күзетшілер кезекшілік етіп, қаза тапқандардың туыстарының бірі суға батып өздеріне қол жұмсау мүмкін деген қорқыныш болды. Қираған үйінділерді тазартып, қаза тапқандардың денелерін іздеу жұмыстары түнге дейін жалғасты.
Қирандылардың қалдықтары кейінірек белгілі болғандай қаланың шетіндегі полигонға шығарып тастаған. Ұзақ уақыт бойы оның айналасында өртенген балалардың кітаптары мен ойыншықтары, ғимараттан қалған бөлшектер мен заттар жатты. Соңғы қалдықтарды қала шетінен шығарғаннан кейін балабақша тұрған жері тегістеліп, күйдірілген жерді шымтезекпен жауып, қайғылы оқиғаның іздерін көзден жасыру үшін сол жерге үлкен көздер салынды. Таңертең кезінде үлкен балабақшаның орны болмаған сияқты, оның орнында гүлзар гүлдеп тұрды, деп еске алады сол жердің тұрғыны Андрей Дмитриев. Тіпті сол кезде көптеген ата-аналар өз көздеріне сенбеді. Күйген жер кесіліп, орнына қалың шөп төселіп, сынған қызыл кірпішпен әдемі жолдар салынып тасталынған. Сынған және күйген ағаштарды кесіп дым болмағандай өзгеріс жасап тастаған. Оқиға болған жерде тек жанармайдың иісі мүңкіп, үлкен қайғының болғанын білдіріп тұрған әсер қалдырады. Қаза тапқан балалар мен тәрбиешілері Светлогорск бір станция маңындағы бауырлас зиратына жерлейді. Жерлеу күні облыс орталығын Светлогорск қаласымен байланыстыратын автожолдар жабылды. Басшылықтың ресми деректері бойынша кірме жолдарға жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз деген сылтау еді. Ал бейресми ақпарат бойынша ұшақ апатынан болған жағдайларды жасыру болатын. Аза тұту шараларына байланысты уақытша шектеулерге қарамастан зиратқа 7000-нан астам адам жиналды. Жерлеу рәсімі кезінде КГБ қызметкерлері суретке түсіруге тыйым салып, суретке түсіргендердің пленканы сол мезетте жойып отырды. Алайда қаза тапқандардың жақындары бірнеше суретті түсіріп үлгерген. Апаттан қаза болған экипаж мүшелері командир Виларий Гутник пен штурман Александр Костин, аға лейтенант Андрей Лютов, Николай Гаврилюк және Леонид Сергенко, сонымен қатар жолаушы болған аға инспектор ұшқыш подполковник Лев Денисов пен аға инженер подполковник Анатолий Светлов Калининград қаласына зиратқа жерленді. Светлогорск қаласында болған ұшақ апаты фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалмады. Тек сол кезде қорғаныс министрі болған Андрей Гречконың бұйрығымен 40-қа жуық әскери шен жұмыстан қуылды. Апаттың себептерін тергеуге қорғаныс министрінің қараушылық жөніндегі орынбасары генерал-полковник Алексеевтің басшылығымен Мәскеуден арнайы келген комиссия мүшелері жүргізді. Қаза тапқандардың туыстарына істің барысымен және кінәлі тараптар туралы ештеңе айтылмады. Тірідей өртенген балалардың туыстары биліктен ешқандай өтемақы алмады, тіпті денелерін көруге рұқсат бермеді. Биліктен тек жерлеу жұмыстарын ұйымдастыру көмек берілді. Биліктен ресми ақпарат болмағандықтан халық арасында ұшқыштар жайында неше түрлі қауесет пайда болды. Солардың бірі ұшқыштардың қанынан алкоголь табылған жайында, немесе ұшқыштар жағажайда жүрген нудистерді, яғни тыжылаңғыш жүрген әйелдерді көру үшін ұшақты әдейі төмендеткен деген қауесет пайда болды. Шындығына келсек, апаттың салдары қарапайым адамның жасаған қателігінен болған. Яғни ұшардан алдын Ан-24 ұшағына басқа ұшақтың биіктік өлшегіш құралын қойған. Аталған құрылғының жұмыс жасауын инженер-механик дұрыс тексермей жібере салған. Альтиметр көрсеткіштерінің кемшілігі тергеу барысында ұшақ 60-70 метрге дейінгі қателіктермен ұшқан жайында мәліметтер анықталды. Апат болған күні капитан Гутниктің экипажы шартты нысана, яғни бұзушы ұшақ рөлін атқару керек болған. Локатордың жұмысын анықтау үшін неше түрлі маневрлер жасап, ұшақты бірден жоғары көтеріп, немесе бірден төменге түсіріп, оңға солға бұрып, ұшу уақытын өзгерту арқылы бақылау станциясында отырған операторларды жаңылыстыру мақсатында жасалған. Командир Гутник қойылған талаптарды орындап, операторға ұшу биіктігін минутына дейін хабарлайды. Сол себептен ұшақ локаторға көрінбей жағажайға келген кезде қалың түскен тұманнан жер мен көктің ара қашықтығын есептей алмай, және де дұрыс жұмыс жасамаған альтиметрдің кесірінен апатқа ұшырайды. Қара жәшіктен алынған ақпарат бойынша ұшақтың алғашқы жерге соғылуы ұшу уақытының 14 минут 48 секундын орын алған. Альтиметрдің соңғы көрсеткіші теңіз деңгейінен 150 метр биіктікте көрсетсе, шын мәнінде жағалаудан қарағайдың басына дейінгі биіктік небәрі 42 метрден аспады. Қорытындылай келе, бір адамның жасаған қателігінен 35 адам ажал құшты. Және де кеңес басшыларының бұл ақпаратты 30 жыл бойы жасырып келген дұрыс емес деп ойлаймын. Әр адам өз жұмысын тиянақты жасаса, бәлкім бұл апат болмас па еді. 1994 жылы апат орын алған жерге храм тұрғызылып, қайтыс болған жандарды еске алу үшін ескерткіш тақтайшасы орнатылды.